Сәлем достар, біз бүгін Pinduoduo сайтымен танысамыз. Ең бірінші ашылған кездегі бұл бізде главная страница. Бұл главная страницаның мына жерге сіздер поискқа іздесеңіздер болады не керек екенін. Одан кейін келесі бұл бізде мына екінші тұрған прямой эфир, яғни бассаңыздар продавецтердің прямой эфирлерін осы жерден көруге болады. Так, мынау үшінші бізде бұл категория, яғни не керек, қандай зат керек, міне барлықтарын былай листать етіп ашып қарасаңыздар болады. Төртінші міне төртінші тұрған бұл бізде сообщение бөлімі. Сіздің товарыңыз кетті деп грузовиктің суреті тұрса, ол значит кетті деп жіберілген сообщениялар. Міне, ал ең соңғы бесінші тұрған бұл бізде личная страница, яғни личный кабинетіңіз, сіздің жеке кабинетіңіз. Осы жеке кабинетпен таныстырып өтейін. Ең бірінші тұрған бұл бізде мысалға сіз бір товар аласыз, сол товарыңызға оплата жасалмай қалады ғой, немесе оплата алынбай қалған кезде осы жерде тұрып қалады. Бұл 24 сағат тұрады, 24 сағаттан кейін өзі өшіп кетеді, қорқатын нәрсе емес. Екінші, мына жерде, например, сіз бір товарға оплата жасайсыз, оплата жасағаннан кейін ол товарыңыз осы екіншіде тұрып қалса, онда ол басқа адамды күтіп тұр деген, сіз сияқты бір заказ беретін адамды күтіп тұр. Тағы бір адам заказ береді, екеуіңіздің заказдарыңыз бірден сағатқа келеді. Сағат деген бұл жерде уже сағатқа барғанда продавец сіздің заттарыңызды, уже заказдарыңызды дайындап жатыр деген сөз. Продавец дайындап болғаннан кейін курьерге береді. Мына грузовик тұр ғой. Осы грузовик арқылы сіз қарап отырасыз, өзіңіздің затыңыз қай жерге келді. Ал егерде міне жұлдызшаға келеді, жұлдызшада уже сіздің товарыңыз Қытайдың складына жетті деген сөз. Міне осы бесеуі ең главный бізге керек. Одан кейін мынау бөлім бізде купон бөлімі, купон скидка алатын бөлімі. Мына жүрекше бұл бізде как избранный ретінде, яғни көріп ұнатқан заттарыңызды өзіңіз басып аласыз ғой, избранныйға осы жерден қарасаңыз болады. Мынау үшінші, бұл бізде магазиндерге подписка жасаймыз ғой, ұнаған магазиндерге. Вот соны қарауға болады. Төртінші, например, сіз бір зат көресіз да, оны бірақ ұмытып қаласыз қай жерден көргеніңізді, и осыған кірсеңіз, как история ретінде сақталады. Ал мынау ең соңғы, бұл бізде возврат бөлімі, яғни сіз бір товарды возврат жасасаңыз, ақшаңыз осы жерге көрініп тұрады. Одан кейін келесі мыналардан ең керегі бізге мына геолокация ғана. Осы жерден сіз адресіңізді енгізіп, карго арқылы жұмыс жасай аласыз. Міне достар, Pinduoduo сайтының негізі осындай. Сіздерге ұнаса, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде Pinduoduo сайтының құпияларымен бөлісетін боламын.